Міне біз Екібастұзда Марат мырзаға міне мастер-класс жасап отырмыз 4 этапқа. Мінекейіңіз. Міне. Ғалымжан мырза. Ассалаумағалейкум. Мынандай бүйтіп шықылған кезде мынандай шығады екен. Немене ол? Скатына кірлер сияқты скатып өтеді. Да? Бетке. Сонда не Шықылған сайын шығады екен. Бетін жылтырап отыр ғой сенің. Бірақ қана иншалла пайдаланып көрейік деп өзімізді. Знакомые приведут своих знакомых, и ваша партнерская линия распространится по всему миру. Многие участники клуба Royal лидеров и Crown лидеров смогли таким образом обзавестись партнерскими линиями за рубежом. И поверьте, эти лидеры не учили специально английский язык перед тем, как выйти на зарубежные рынки. Некоторым участникам удалось обзавестись зарубежными партнерами, даже не выезжая за границу. Однажды я предложил империал-мастеру Ким Йон Сук отправиться со мной в Америку для продвижения бизнеса Atomy. Она предпочла тактично отказаться, сказав, что у нее совсем нет партнеров в США. Она отказывалась 7 раз подряд. Я не спал 7 ночей, пытаясь убедить ее, что наш успех зависит от командной работы. В конце концов, мне все же удалось ее убедить. Что же случилось потом? Когда она туда пришла, то услышала «Добро пожаловать, дорогой ментор». Получилось так, что один из ее партнеров, являющийся директором, познакомил ее со своим партнером в США. Что? Так моим партнером является директор? Так вы и есть мой партнер? Вот что произошло, когда она прилетела в Америку. Она отправилась туда, купила говядины и вернулась обратно. Говядина в Америке очень дешевая. Если вы понимаете смысл всего сказанного, то вы непременно добьетесь успеха. Одно слово может изменить всю вашу жизнь. Кто первым начал заниматься бизнесом Atomy? 50 человек, которые сейчас являются выдающимися лидерами. У Ким Сон Сима вся семья из 50 человек успешно занимается данным бизнесом. Вся семья успешно занимается бизнесом Atomy. Среди ее членов есть краун-мастера и несколько роял-мастеров. Они приглашают друг друга в гости, сервируя стол изысканными блюдами, а в их гаражах стоят только люксовые автомобили. Однако в прошлом они были на грани банкротства. Им повезло узнать об Atomy в нужный момент. У них не было другого выхода, кроме как всей семьей заняться бизнесом Atomy, и благодаря этому они смогли добиться непревзойденного успеха. бетіне берді шұқалап қойып жағып шығады жүрек бүкіл бір жерден бастадым ба жағып Анда не маска может? қатты жағып тастамай да осы шұқағында қалдыр осы пленка қылдырып иә осы А, 4-ші этаппандағы? осы жерін тигізіп тарта береді астына иә сықылауындай питаться ететін емес мынау бетіне жағылатын жай пленка Қомшырасын бүйтіп иә бұл. иә сосын сынып жұлып алатындай оны қатты тақырлап тұрма Міне Екібастұздың жігіттерін көрмейсіздер ме? Атомида қалай жұмыс істеп жатыр. Который по образованию является врачом. Он до сих пор работает в сельской местности и обладает огромным влиянием на местное сообщество, так как заведует целой больницей. Компания Atomy его очень заинтересовала. Когда он подыскивал хорошую продукцию для укрепления иммунитета, он наткнулся на Atomy Хемохим. Он очень хотел приобрести данную продукцию, и ему удалось соединиться с центром Atomy. Разве вы не хотели бы обрести подобный успех? Все в ваших руках. Нужно только упорно идти вперед. Когда вы измените свое мышление, перед вами откроются тысячи новых возможностей. Времена меняются. Эпоха коронавируса потихоньку отступает. Я хочу поздравить тех, кто сейчас находится здесь впервые. Вы пришли в Atomy в самый подходящий момент. Если вы только начали заниматься бизнесом Atomy, то добро пожаловать в нашу семью. Изучите Atomy получше, и вы обязательно достигнете успеха. На этом я завершу. Істеп көрмеген нәрсе. Істеп көрмеген нәрсені үйрену керек. Соны үйреніп жатырмыз ғой ақырын енді. Біреуге ертең көрсету керек. Өзің білмей тұрсаң. бұл енді Сен өзің продукцияны қолданып көру керексің, дейші. Иә. Сол кезде сен айта аласың. Қолданып көрмесең қайдан айтасың? Өзің қайда істейсің, Мәке?
Мен темір жолда істеймін. Кім Вагонникпін. Екібастұз қаласында? Екібастұз қаласында. Тамаша. Мен жұмыс жасап кетпейсің мен. Жұмыс тастаймыз. Неге тастамаймыз? Неше стебіңіз жалды уже? Менде 7 степ жалды. Ой, машалла. Бұйырғаны болып отыр, машалла. Миллионер, да? Енді. Ақырын болады ғой. Өзіңіз партнерларыңызға не айтар едіңіз? Осы сәтті пайдаланып. Партнерларыма айтатыным осы міне, мен сияқты солай. Өздерін қолданып, тұтынып, әр Атомидің затын. Мынандай жағып міне, көріңіздер. Болашағы қалай екен? Қалай көріп тұрсыз өзіңіз? Болашағы керемет қой, болашағы бар Атоми. 100 жылға келген нәрсе. Бұл бізге ғана емес, біздің балаларымызға, біздің немеремізге қалатын нәрсе. Сондықтан жұмыс жасау керек. Басында қиын бола ма, оңай бола ма? Қай нәрсе болсын оңай емес қой, енді ақырын жеңілдейді, істей бара. Келе жеңілдейді ғой, үйреніп алғасын. Мына көрсіздер мына Атомидің жвачкасын. Міне, кальциймен мына жвачка. Енді бұны мынандай жасап қойыпты Ғалымжан мырза. Спонжиктер салып қойыпты ішіне. Көрдіңіз бе міне? Қандай изобретение, пожалуйста. Жвачка дәл келеді екен. Жүз штук ішінде. 100 штук кіре ме? Жоқ, ана не? Жвачка 100 штук. Жвачка 100 штук. Кальций мен атомидікі. Сала бересің ғой сен Мен әкем маскасын алып жатыр уже. Или близко от тебя все эти люди находятся. Где они объявятся? Бұрын мұндай жасап көрмеген. Иә. Как будто бір жасап жүрген сияқты алып отырмыз енді. Аккурат. О. Жоға алынып отыр ма? Не деймін мен? Ең әлемет деймін. Кремің дайындап қойын бетіне сразу чик-чик деп. Жағылсын. Крем жоқ. Крем жоқ. Ну, Жерге қоя салады, лақтырма. тамаша. Шетіне қоя салу керек. Мынаның бәрін алып тастайын халыққа. Қалай болды, мәке? Тамаша болып қалды, беттің бәрі. Жеңілденіп тұр. Шым-шым алайын ба? Питательный крем. Атомик. Для лица. Питательный оны? Oldu ya. Мәкең бар Неше түрін көретін болдық. Жағып. Көздерін жапса бетінесін. Анда крем қанша тұрады, Ғалымжан? 8100 тұрады. 8100. 11700 пиви береді. прикинь. 11700 пиви береді. 8100 тұрады. Ох ты, неше грамм анда сонда? Шомалдай не жағын бүкіл жерін жақшы ішіп кетеді. Маған сүңдіп түсіп жатырмын жаңа жаққа. Осы істер өз бәріне кетеді. Постың жағы. Тамаша. Жақсылап жағып Бұл алайын. маска жасаған емес, жағып тастайсың болды деген. Құрақ кетпесін. Постукивать етесің ғой? Қабақтардың арасында, қабақтардың арасында дейді жағы. Ар жағын жақтың ба? Ар жақ бетіне. Ар жақ бетіне жақтың ба? Айтачан профессионал болып отыр ғой. Үйреніп алды осы. Оның андан жағып ниет болғаннан кейін соны былай не етесің ақырын. Аналар ғой, мойынға бәрін жағу керек екен негізі. Есінде болсын. Үйде мұндай бар ғой. А? Пяти тап көмейді, соның несі ғой. Отдельно сатып алған. Не болды? Ондай бар андай. Қайда? Бесеу. Иә. Пятитапка. Соның отдельно несі ғой. Ал жақсы мына видео жақсы болды. Бүгін қай күн өзі? Бүгін 27-сі. Желтоқсанның 27-сі, 22-ші жыл. Екібастұз қаласы.